Саған мен не істеп қойдым? Түскі ас дайын. Ішпеймін. Неге? Апай айтты ғой түскі ас адам денсаулығы үшін пайдалы деп. Егер түскі ас ішпесең, өспей қаласың. Өспей қалсам, өспей қалайын, көңіл күйім жоқ. Сен әлі сол папугайны аңсап тұрсың ба? Шықшы. Әттең, енді сырымды кімге айтам? Жазая, маған бір ой келіп тұр. Тыңдап тұрмын. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сонымен қандай ой? Осы әнге билесе қалай болады? Қаз емеспін тек. Күмән өзіндігін қажеті болмаса достарымыздан сұрап көрейік. Ой, оларды білесің ғой, өтірік мақтай салады, ал бізге шындықты айтатын адам керек. Онда кімнен сұраймыз? Менің жан досым бар, содан сұрайық. Шақырсай жан досыңды. Шақырудың қажеті жоқ. 2 жыл болды Кореяға кеткеніне. Бар жоғы 3 күннен кейін келеді. Уау, Кореяға ма? Иә. Міне, өзі де хабарласып жатыр. Жан досың ба? Алло, Әсем, қалайсың? Шетелде не істеп жатырсың? Я сейчас вышла погулять, напоследок полюбоваться прекрасными местами. А сама чем занимаешься? Угадай. Танцы? Мені сенен басқа білетін адам жоқ шығар. Сені қатты сағынып кеттім. Я тоже. Осталось всего 3 дня и улетаем в Казахстан. Есіне сақта. Қазақстанға келгеннен кейін қазақша сөйлеу керек. Әрине, бірінші тырысамын. Концерт жақсы өтті, иә? Иә. Жарайсыңдар. Екеуің де жарадыңдар. Мұна номерлердің бәріне ұнады. Әрине, бұл менің идеям ғой. Екеуің келесі аптада дипломаттар келеді, сендер сол салтанатты кешті ашып бересіңдер, жарай ма? Бізге сабақ қой. Ой, Франциядан дипломаттар келе жатыр. Ал сабақтан бір аптаға сұрап ала саламыз. Жарай ма? Вау, күшті болды ағай. Тек дайындаламыз, жарай ма? Ой, ағай, бір аптада демалды дайындалып та үлгереміз. Болды. Сонымен, белсенділер клубының осы аптадағы соңғы жиналысын ашық деп жариялаймыз. Бәріне белгілі, біз уақытты тиімді өткізу үшін қызықты тақырыптарды, фильмдерді, кітаптарды талқылаймыз. Бірақ оны талқыламас бұрын әрқайсымыз өз аптамыздың қалай өткенін айтып, өзімізге есеп береміз. Міндетті түрде ме? Әрине, Абай атамыз айтқандай, әр күн немесе апта соңында өз-өзіне есеп беріп отыру, ол деген жақсы өмірге қадам басу. Сонымен, Иманғали, ер бала болғандықтан сен бастайсың, жарай ма? Неге мен? Менен баса ер адам жоқ ба? Осы аптаға есеп беретін болсам, аптам жақсы өтті. Рахмет. Мынау есеп бергенге жатпайды ғой. Қалай жатпайды? Енді не істегенді параққа жазып әкелейін ба? Агрессия көрсетпейміз. Иманғали, не істегенді емес, бұл аптада қандай сәттер есіңде қалды? Соны айтсам болды. Не үшін? Себебі осы дәстүр арқылы бір-бірлеріңді жақсырақ танып, достықтарын нығая түседі. Бұл апта тағы да менің сүйікті тотығысынсыз өтті. Ол болмаған ішмен басқа еш нәрсеге мән бермедім. Себебі бұл тотығыс менің жан досым, және оны ешқандай тотығыс алмастыра алмайды. Папугай ма? Папугай қалай ең жақын досың бола алады? Сен оны түсінбейсің бәрібір. Ұлжан, жануарлар да адам досы бола алады, оған күмәнің болмасын. Иманғали, егер де сен сүйікті тотығысынан айырылып қалсан, неге оның орнына дәл сонда тотығыс сатып алмасқа? Қыздар-ай, сендер бәрібір еш нәрсе түсінбейсің. Ол тотығысты маған әкем туған күніме сыйлады. Мен кеттім, жаңа тотығыс алайын. Қалай бұны алдында ойламағанмын? Айша, Медина, сендердің кезектерін. Біз бұл аптада қалалық концертіне өнер көрсеттік. Өнеріміз бәріне ұнады, рахмет айты, сондықтан бұл апта біз үшін сәтті өтті. Ал келесі аптада одан да сәтті болады. Себебі үлкен концертке шығамыз. Өте керемет, өнерлерін әрі қарай дами берсін.
келесі апта менде де сәтті болады. Жансаяда жақсы жаңалық бар сияқты. Келесі апта менің жан досым келеді Кореядан. Біз 1-ші сыныптан бері доспыз, әлі де доспыз. Көптен күткен кездесу. Түсінікті. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Подружка, любимая подружка. Жан досым, қалайсың? Сен қатты өзгеріп кетіпсің. Но все-таки другая страна, ты вовсе не изменилась, подружка. Тоқта досым, келіскенімізде сен қазақша сөйлеуің керек. Жарайды, сөйлеймін. Ана жақта папам күтіп отыр, жүріңдер, сендерді жеткізіп тастайық. Қазір, маман келсін. Жарайды. Анашым. О, келдің ба? Жоқ, келмедім. Мамам бүгін жұмыстан кеш келемін. Өздерің тамақты ысытып жіберіңдер деді. Мен саған жылтып қойдым. Маған біреу жылтып берген ұнамайды. Бар да өзің шебер. О, менің сүйікті киномды беріп жатыр екен ғой. Ерсұлтан, кедергі жасаудан басқа не білесің? Сен берген құстардың қанаты самғаған, балалық құштарын өзіңе арналған. Қалай, жақсы шыға ма екен? Ну, би жақсы, бірақ үйлену ауыстыру керек. Сонда екеуі үйлеседі. Неге ана туралы ән мен аққу бие әдемі үйлеседі ғой? Ұлжан, олай емес. Әсем Кореяда тұрады, сондықтан бәрін біледі. Жансая, қалайша сенің меңіне бұл өлеңнен басқа өлең болмайды ғой? Неге нельзя? Білесіңдер, Кореяда кей-поп жақсы танылған. Себебі олардың бие мен әні қаттырақ болады, тез қимылдайды. Онда солай жасаймыз ба? Жоқ, ол Кореяның адамдарына ұнайды, ал бізде Қазақстанның адамдары, екеуін шатастырмау керек. Сенің ойынша осындай, ана деген ескі, ән мен аққу деген би білесен адамдарға ұнай ма? Олжан, әсем жақсы біледі, сондықтан биді де әнді де ауыстырайық. Қазақша өлеңді ауыстырмаймыз. О, таптым, өлең емес, фортепиано қосайық та ерекше болады. О, жақсы идея. Пианиноның не қатысы бар? Себебі пианино әлемдік музыканың бір бөлігіне саналады. Жарайды, қойыңдар, бүгінге демалайық. Менің үйіме барайық. О, жақсы идея. Жансая, өткенде бүгін киноға барамыз деп келіскен едік қой. Тоқ, қойшы, кейін барамыз, жарайды ма? Жарайды. Мона Лиза картинаның басқаша атауын қалай болғанын білесің бе? Мен бұл суреттің Мона Лиза екенін сенен біліп отырмын. Қайдағы басқаша атауы? Бірақ ондай деп аталған. Бұл картина танымал картина, әрі ең қымбат картина. Я естігенмін, автор Леонардо да Винчи емес пе? Сол да Винчи осы картинаға жұмбақтар қалдырып кеткен екен. Жұмбақтар кімге қалдырған? Бізге, яғни бүкіл адамдарға. Ой, қош, соны іздеп жүреміз ба, одан да ата-бабаларымыз қалдырып кеткен өсиеттерін іздейік та. Бірақ мынау қызығырақ көрінеді екен. Айша бізге апай айтты ғой, қазақтың суретшілерін зерттеңдер деп. Жарайды. Онда сен де бірінші қазақша күйлерді орындайсың. Мен онсыз да тек қазақша күйлерді орындаймын сондықтан. Астыңғы қабатта мүлдем жоқ. Дұрыстап іздедің ба? Иә, Ауф теориясы қасымеді. Иә, дәл сол кітапты іздедім. Жарайды. Хаус теориясын кітапсыз-ақ дәлелдеуге болады. Оны қалай дәлелдейсің? Апта сонда жиналысқа келгенде мына сұрақты қоймас едің. Мен әдейі бармадым. Біреуден бір адам барса жетеді дедің ба? Егер мен барғанда ағам Иманғали қатыспай қалып қоятын еді.
Сонда аған қатысу үшін сен әдейі келмедің ба? Иә, жиналыс соған керек қой. Ағаның саған аллергиясы бар ма? Иә, папам сыйлаған тотығысты өлтіріп алғаннан кейін мені жаман көріп кетті. Өлтіріп? Тотығысты сен өлтірдің ба? Иә, мен әдейі істеген жоқпын. Негізі ол тотығыс қалай пайда болды? Осыдан 1 жыл бұрын Менің тұңғышым қайда? Бөлмесінде ұйықтап жатыр. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен. Мына тотықұс саған балам. Бұл тотықұс болмаса сен қалай капитан боласың? Бұл тотықұсты балам, менің көзім деп біл. Жарайды, папа. Балам, бұл тотықұс адамға дос бола алады. Және де адамның сырын сақтай алады. Бұл қасиет кейбір адамдарда табыла бермейтін қасиет. Папа, бүгіннен бастап бұл тотығыс менің ең жақын досым болады, және де оны сіздің күресіңіздің қарашығында сақтап жүремін. О, мынаны қара. Мен не айтсам, соны қайталап бере аласың ба? Ей, қарап қалыңыз, бұл менің досым. Папа, мынаған айтыңызшы, бір үйдегі заттың бәрі ортақ деп. Балам, ертең сенің туған күніңде саған да тотықұс алып берем, ойымда ма? Жоқ, папугай емес. Ит алып беріңізші. Сосын сол ит мына папугайды жеп қойсын. Әке, сізде бәрі жақсы ма? Жақсы. Әкемді көрмегеннен бері 22 күн болды. Ертең 23 күн болады. Папа үйден болмағаннан бері үйдің атмосферасы өзгеріп кеткен секілді. Таймас, тамақ жейсің бе? О, Таймас, бүгіннен бастап сенің атың Таймас болады. Егер басқалар иттерің Таймас десе, мен сені Таймас деймін. Ей, Ерсұлтан, Иманғали. Ау, мама. Сен барып дүкенге барып қайт. Мен бағана барып келдім ғой. Енді Иманғали барсыншы. Жарайды, өзім ақ барып келемін. Жарайды, онда сен маған ыдыстарды апаруға көмектес. Жарайды. Так, ыдыстар қайда еді? О, Таймас. Ох, Таймас. Таймас, маған қара. Таймас. Қазір мына Таймасты орнына қойып қояйын. Иманғали, кешірші. Ерсұлтан! Міне, мен осылай талай рет жаңа тотығыс сатып алып сыйладым. Бірақ ол оның барлығын ұшырып жіберді. А, сол үшін екен ғой. Сәлем бәріңе. Біз келісіп едік қой, тек қана жиналыста кездесеміз деп. Тәте, енді маған кеңесіңіз қажет болып тұр. Маған да қажет болып тұр. Ерсұлтан, егер сатып алған тотығыстың пайдасы тимесе, кешірім сұрағаннан басқа амалың жоқ екен. Кешірім сұрау керек дейсің бе? Ей, сен қыз, қайда бара жатсың? Кеш болды ғой. Мам, қойыңызшы, не десемді жоқ деп бересіз. Кеш болды, сен бейне барып келдің ғой, үйде отыр. Мам, қойыңызшы. Тоқта деймін саған. Сосын Кореяда үлкен ғимараттар өте көп, тіпті сынай алмайсың. Ал Қазақстандағы үлкен ғимараттар сынай аласың. Есесіне Қазақстандағы интернеттің жылдамдығы Токиодан да мықты. Токиодан интернет жылдам ба? Иә, өзімде таң қалып отырмын. Міне, өзі де келді. Добрый день, то есть қайлы күн.
Добрый день, достигарым қылын. Танысып қой, есімі Ботагөз. Қазақ тілін үйреніп жүр. Енді екеуің бірге үйренсеңдер тез болады. Мен көп сөздер үйреніп қалдым. Ал маған көп сөз үйрену керек. Сен қалай үйрендің? Маған қосыласың ба? Атсай, ане тұр ғой. Қалай көрмей жатсың? Зарядка бітіп қалды ма? Не болды? Таптым-ау. Ойыныңды ғой, мынаған қара. Енді өз естеліктеріңді осыған жазып жүресің. Бұл не, дәптер ма? Анаңның сыйға тартқан күнделігі ғой. Енді өз естеліктеріңді осыған жазып жүресің. Былайша айтқанда, күнделік жазасың. Папа, күнделік жазатын қыз емеспін ғой. Не пайдасы бар? Неге қыздар ғана жазу керек? Біле білсең, күнделік жазу адам миының жұмысын жақсартады. Негативті көңіл-күйлерді азайтып, позитивті көңіл-күй сыйлайды. Сол үшін олай деме балам. Бүгін мен жан досым Таймастан айырылдым. Оны інім Ерсұлтан өлтірді. Менің есімім Жансая. Мені мамам мен папам күнде ұрса береді. Тоқта, қайдағы Жансая? Бұл менің блокнотым ғой. Ғаламдағы бүкіл тіршілікке, орбиталарға, галактикаларға, планеталарға және жұлдыздарға ортақ нәрсе не деп ойлайсыңдар? Оның бәрін жаратушы жаратқан. Бәріміз бір әлемде өмір сүрудеміз. Оларды да есепке алуға болады. Бірақ бәріне ортақ нәрсе уақыт. Уақыт ең мықты құбылыс. Оған әлі ешқандай құбылыс қарсы келе алмаған. Уақытқа қарсы келгендердің жазасы өте ауыр болады. Оларды кім жазалайды? Сол уақыттың өзі. Иманғали, саған мен тақырыбым ұнап жатқан соншалық сен оны дәптеріне жазып алып жатсың ба? Жоға, мен естеліктерімді қағазға жазып жатырмын. Былайша айтқанда күнделік жазып жатырмын. Жақсы идея. Білем, папам да солай айтқан. Егер бәріміз өз естеліктерімізді блокнотқа күнделік ретінде жазып жүрсек ше, біздің клубқа жаңа серпін беретін еді. Дәл қазір жазамыз ба? Оны неге жазамыз? Қаласаңдар менің блокнотыма жаза беріңдер. Маған бәрібір. Жақсы идея. Ой, мен біреудің блокнотына жазбаймын. Жансая, сен бірінші бастайсың. Айтып тұрмын ғой, жазбаймын. Егер ішіндегі сырларыңды параққа жазсаң, жеңілдеп қаласың. Мынаның бәрі Жансаяның жазғаны, менің жазғаным қайда? Иманғали, стадионға барасың ба? Жоқ, бармайым, өздерің бара беріңдер. Стадионға бармағанымызға бір айдан асты ғой. Ерсұлтан, басымды қатырмашы. Бүгін 7 тамыз, дала қараңғы, тағы бір қайғылы оқиға. Ерсұлтан, Иманғали. Ау, мама, Сен барып дүкенге барып қайт. мен бағана барып келдім ғой. Енді Иманғали барсыншы. Ярайды, өзім ақ барып келемін. Жарайды, онда сен маған ыдыстарды апаруға көмектес. Жарайды. Так, ыдыстар қайда еді? О, Таймас. Иманғали, мынау не? Не болды өзі? Білмеймін, сұрау керек. Білесің бе, бізге бір өзгеріс керек. Әдемі тұрған нәрсені несін өзгертесің? Кім айтты саған әдемі деп? Сен қазақша күй тартасың. Мен соның ырғағымен сурет салып отырайын. Басқа не керек?
ой сурет салу домбыра тарту дегеннен жағылып кеттім. Бір өзгеріс енгізейікші. Онда сен сурет сал, мен күй тартайын. Осы өзгеріс жете ме? Жоғaf, мен французша үйренейін, Англиядан қонақтар келе жатыр ғой. Нешін неге французша үйренесің? Қонақтар үшін үйренемін. Олар Қазақстанға келе жатыр ғой. Сондықтан сен француз тілінде емес, олар қазақ тілінде сөйлеу керек. Француз тілі әдемі ғой. Қазақ тілі одан да әдемірек. Шетел тілін үйренгенше қазақ тілін жақсылап үйреніп алайық та. Мен осы жерде үйреніп қалдым. Жарайды. Главное, үйреніп алсам болды. Сепсепке бәрін үйретеді. Жансия, сен өзбен бірге боласың ба? Үйдегілер рұқсат берсе, рұқсат бермесе де қашып кетемін. Жоға, рұқсат бермесе керек емес. Қашып кетсе анан рұқсаты ғой. Иманғали, наған не болған? Кореядан жақын құрбысы келген соң маған мүлдем назар аудармай қойды. Құрбысын сағынған шығар. Уайымдамам. Сағынышы басылған соң қайтадан бірге уақыт өткізіп бастайсыңдар. Тезірек сағынышы басылса болар еді, әйтпесе біздің бейімізге де зиян тиіп жатыр. Мен осы жобаны аяқтап алайын, сосын барып достық жайында сөйлесеміз. Сәуби, Иманғали, сен маған көмектесуге келдің бе? Ерсұлтан кешірім сұрады ма? мынау қандай блокнот? Не істегенсің? Ол мен блокнотым емес, мен білмеймін. Жиналыста сен бұған бір нәрсе жаздың, есіңде ма? Есімде, не болды? Қазақ тілін үйренуге кезекке тұрдыңдар ма? Блокнотқа кезекке тұрмыз. Әпке, қазақ тілін үйренуге тағы адам келді. Басынан емес, қазақша білемін, тек акцентпен сөйлемін. Мен жоба дайындап отырмын. Бүгін бәріне не болған? Қазақ тілі, тұра тұрыңдар, бірінші маған мынау блокноттың сырын айтып бер. Мен еш нәрсе түсініп отқан жоқпын. Қазір түсінесің. Бүгін анам жұмысқа кетті. Інім Ерсұлтан маған тамақ істеп берді. Мә, шай іш. Анау ыстық па? Я жаңа ғана қайнады. Қолына не болды? Мынау дегеннің? Мынау сиқыр ғой. Жоқ. Бұл өткен шаққа саяхат. Хаос теориясы. Немене? Хаос теориясы. Хаос теориясы деген осыдан бірнеше жыл бұрын шыққан түсінік. Яғни математика мен табиғаттың құбылыстарының бір бөлігі. Әпке, бізге түсінікті тілмен айтып беріңізші, әйтпесе... Мысалға, мынау доп тартылыс заңы бойынша осында тұр. Ал егер де мен оны жіберсем, доп қай бағытқа қарай домалайды? Солға қарай домалайды. Көрдіңдер ме? Доп деген оңға да кеткен жоқ, солға да кеткен жоқ. Біз жай ғана болжай аламыз. Ал хаос теориясы деген біздің болжамымыздың нәтижесі. Сонда бұл доптың менің блокнотыма қандай қатысы бар? Белгісіз бір себептермен блокнот өткен шаққа оралуға мүмкіндік береді. Астанадағы көбелек қанатын қақса, Кореядағы үлкен дауылдарға себепкер болады. Қайдағы жоқты айтпа. Мынауың енді... Ағат өтірік. Бұл өтірік емес, бұл болжам. Ой, мен сені ақыл сұрауға келсем. Мен рас айтамын, сенбесең мына кітапты оқы. Мынаның бәрін ба? Жоқ, рахмет. Бәріне былай жеңіл қарауға болмайды. Әйтпесе, өткен шаққа оралып, бәрін бүлдіріп қоясың. Мен еш нәрсе білдірмеймін. Әрі кешсе қолымды күйдіріп аламын. Жоқ, мен саған блокнотты бермеймін. Әкел бермеймін блокнотымды. Иманғали, егер саған бір нәрсе болып қалса ше? Өткен шаққа оралмаймын. Қазір барып мынау блокнотты тастаймын. Иманғали, уақыттың заңдылығымен ойнама. Уақыттың заңдылығымен ойнасан, сені өте қатаң жазалайды. Полиция ма? Уақыттың өзі жазалайды. Әрине, мен ақымақ емеспін ғой, өткен шаққа оралып жүретін. Ерсұлтан, Иманғали. Ау, мама, Сен барып дүкенге барып қайт. мен бағана барып келдім ғой, енді Иманғали барсыншы. Жарайды, өзім ақ барып келемін. Жарайды, онда сен маған ыдыстарды апаруға көмектес. Жарайды. Так, ыдыстар қайда еді? О, Таймас. Таймас, маған қара, ей!
қазір сені орныңа қойып қояйын. Алақай, Таймас, мен сені сақтап қалдым. Таймас, Алақай, Таймас тірі қалды. Мен бұны жасадым. Не үшін айғайлап жатсың? Мама ұйықтап жатыр ғой. Көріп тұрсың ба? Таймас тірі қалды. Не? Таймас өліп қалған бе еді? Маңызды емес. Қыздар айтып еді. Өткен шаққа оралма. Бәрін білдіресің деп. Бірақ қара. Таймас сап-сау. Есіңнен алғаштың ау деймін. Жетір. Егер Таймасты аман қалдыра алсам, демек әкемді де аман қалдыра аламын. Бірақ бірінші Таймасты бір жерге қалдырып кету керек. О, таптым. Иманғали! Сен не істедің? Уайымдама, жаңасын сатып аламыз. Маған жаңасы керек емес. Сендей бауыр болғаны, болмағаны артық. Менің кінәм жоқ қой. Аузыңды жап. Келесі аптадағы іс-шараға осы нөмірді қосайын деп жатырмын. Біреуі күй тартады, екіншісі сурет сал. Қазір көресіз. Медина және Айша деген қыздар. Медина домбыра тартқан кезде бүкіл өрденен құлағың рахат алады. Ал Айша сурет салған кезде құтты бір Да Винчи ма, Сальвадор ма деп қаласың. Көрейік. Бастай беріңдер. Қалай мынаны тартады? Не істеп жатыр мынау? Осыны. Қобалып жатқан болар қазір. Істеп жатсыңдар сендер. Ой ағай, мен бірінші рет домбыраны тартып отырмын. Мен сурет сала алмаймын. Қалай тарта алмайсыңдар? Күнде жасап жүрген тірліктерің емес пе? Сізге не болған? Қашан көрдіңіз менің домбыра тартқанымды? Міне балам, мынау саған. Көбірек бетірге. Енді сені ешкім қолдалда алмайды. Өй балам, Неге итересің? Болашағын түсінесің. Папа, мен сізді қатты сағындым. Таймас, Алақай, мен сені тағы да тірі сақтап қалдым. Не істеп жатырсың? Мама комнатта ұйықтап жатыр ғой. Сен кімсің? Ағатай, саған не болған? Ағатай, қуасың ба? Мен сені танымаймын. Ұйықтап тұрған соң, мен сенің қарындасың екенін ұмытып қалдың ба? Немене? Інім Ерсұлтан қайда? Ерсұлтан деген кім? Түсіндім, хаус теориясы менің блокнот қайда? Блокнот? Қандай блокнотта айтып тұрсың? Сендер тағы кімсіңдер? Бәрі дұрыс па? Менің достарым қайда? Мынаған не болған? Мен мұнда не істеп жүрмін? Ағай мені күшті суреттер саласың дейді. Сен суретшісің, мықты суреттер салып жүрсің дейді. Бірақ мен қолыма карандаш тастап көргенде жоқпын. Мен домбыраны өмірімде бірінші рет ұстап отырмын. Айша, Медина, қалайсыңдар? Қазір сендерге бірдеңе айтсам сенбейсіңдер. Біздің жиналыс өткізетін жерімізде басқа адамдар жиналыс өткізіп жатыр. Қандай жиналыс? Сен кімсің? Айша, Медина, сендерге не болған? Мен ғой Жансая, сендердің көршілерің ше? Айша, сен оны танисың ба? Жоқ әрине, жүр басқа жерге барайықшы. Мыналар қуама? Қазір мамам есікті ашқаннан кейін неге кешке дейін жүресің деп ұрсады ғой. Ерсұлтан, сен бұда не істеп жүрсің? Сен кімсің? Бүгін менімен барлық ойнап жүрсіңдер ма? Мен Ерсұлтан емеспін. Сен не істеп жатсың? Бұл менің тізім емес пе, шымшып көрші. Анам маған танымайтын қызды шымшыма деп айтқан. Ай, жоқ,
досым емес. Папам оянады қазір. Одан да өзің үйіңе баршы. Мен сені танымаймын. Бірақ бұл менің үйім ғой. Жоқ, баршы. Сен не істеп жатырсың? Бала, кім олы? Көрші апай ғой тұз сұрады. Маған магазиннен бар боржоми алып беш. Жарайды. Вроде неплохо, но еще какой-то детали не хватает. Не жетіспеуі мүмкін, әлде басқа нәрсе тартып көресің бе? Нет, просто какого-то ритма не хватает. О, менсіз дайындалып жатырсыңдар ма? Сенсіз дейсің бе? Сен қалай 500 ән айтпақшысың? Қандай 500? Ты о чем? И вообще ты кто? Мына әлемде мені танитын адам бар ма, әлде танымай кетті ма? Біз мұнда дайындалып жатырмыз, ал сен кедергі жасап жатырсың. Әсем, сен мені қалайша ұмыттың? Біз екеуміз 1-ші сыныптан бері дос болып келе жатырмыз. Сенің Кореядан келем дегенше мен сені асыға күттім. Какая Корея? Ты о чем? Бұл мүмкін рөлге дайындалып жүрген актриса қыз шығар. Сендерге қатты ренжідім, бірақ ше. Странная какая-то. Жалғастырайық. Селви, құдайым-ау, саған еш нәрсе болған жоқ шығар. Менің айтқанымды тыңдауың керек еді. Селви, саған еш нәрсе болған жоқ па? Қазірге еш нәрсе болған жоқ. Бәрі құртылды. Құртылмағанда сен маған келмес едің. Яғни сен тотығызды құтқару үшін өткен шаққа оралдың. Кішкене ғана өзгеріс жасадың. Бірақ сол кішкене ғана өзгеріс үлкен өзгерістер алып келді. Енді не болады? Бәрі солай қалады. Жоқ. Маған папуға керек емес. Інім Еркінжанды қайтару керек. Соны басынан ойлауың керек еді. Маған көмектесші. Блокнот қайда? Сендер мені танисыңдар ма? Жансая, саған не болған? Сендердің барларыңа шүкір, әйтпесе бүгін мені ешкім танымай жатыр. Бары дегенің кімдер? Барлық достарым, ал Ерсұлтан менің үйімде тұрып жатыр. Ерсұлтан? Ол сенің үйіңде не істеп жүр? Мен қайдан білейін? Өзім түк түсінбедім. Жансая, оның бәрі мына Иманғалидың кесірінен. Уақыттың сызығын өзгерткен адам. Кешегі айтып жатқан өткен шаққа оралу ма? Я, бірақ мен жай ғана тудығысын сақтырып қалғым келді. Ақымақ, сен естігеніңді білесің ба? Сен кесірінен мен достарым танымайды. Ал атаның қайда екенін білмеймін. Қалайша? Қайдан білейін? Маған мама мен папам тауып бер, бәрі сенің кесірің. Егер өткен шаққа оралған мен болсам, неге сенің өмірің өзгерді? Себебі блокнотқа мен, Жансая және сен өз атымыз бен естеліктерімізді жаздық. Блокнотқа аттарын жазған адамдардың өмірін өзгертіп жүрген ғой. Мен сендерге айттым ғой, біреудің блокнотына жазбаймын деп. Ал енді не болғанын көріңдер. Селви, ал сенің өміріңде не өзгерді? Еш нәрсе. Себебі мен блокнотты алғанда өз атымды жаздым. Ал сендер өз өмірлеріңді жаздыңдар. Бәрін өз қалпына қайтадан келтіруге бола ма? Блокнот қайда? Мен білмеймін. Бүгін таңертең оянғанда өз орнында болмаған. Блокнот менде болған. Ол сенде не істеп жүр? Білмеймін, бірақ мен оны азанда бір жерге қалдырып кеттім. Маған блокнотты әкелулерің керек. Әкелемін. Жансая, блокнот қайда? Егер маған мама мен папам тас бермесе, саған не істеуімсің ба? Бұл менің кінәм емес, сен өзің блокнотқа мама мен пападан шаршадым деп жаздың. Мен бұлай білмедім, енді бұлай жазбаймын. Басында ойлау керек еді. Мұнда не болып жатыр? Блокнотты алып кетейікші. Блокнот қайда? Ана жаққа қойған едім. Үйдің ішін көруіміз керек. Мен үйге кіруге қорқып тұрмын. Қалай қорқасың? Бұл сенің үйің ғой. Сен бала мына блокнотқа неге мама мен пападан шаршадым деп жазғансың? Ол менікі емес, папа. Шын сөзім. Оны мен жазған жоқпын. Өтірік айтпа. Мынау кім еді? Аш есікті оңбаған. Аш деймін саған.
алып кетуге келдік. Біз ұры емеспіз. Папа, айттым ғой сізге блокнот менікі емес деп. Түсінгеніңізге рахмет. Кешірші мен Ерсұлтан. Не айтып тұрсың? Мен Ерсұлтан емес. Нұрсұлтанмын, Нұрсұлтан. Жақында Ерсұлтан боласың. Уақыт өз заңымен жүретін құбылыс. Оған қарсы шығып, немесе кері айналдырса не болатынын көрдің ғой, я? Өкінішке орай, я. Тек саған ғана емес, барлық адамдарға да зияны тиді. Бәрін орнына келтіру үшін сүйікті тутығысыңмен қош айтысуға тура келеді. Түсіндің ғой, еш нәрсе өзгертпесін, бәрі қалай болды, солай қалдырасын. Жарайды. Сәттілік. Бүгін 7 тамыз. Дала қараңғы болып тұр. Екінші қайғылы оқиға. Ерсұлтан, Иманғали. Ау, мама. Сен барып дүкенге барып қайт. Мен бағана барып келдім ғой. Енді Иманғали барсыншы. Жарайды, өзім-ақ барып келемін. Жарайды, онда сен маған ыдыстарды апаруға көмектес. Жарайды. Так, ыдыстар қайда еді? О, таймас. О, таймас. О, таймас, маған қара. Таймас. Қазір мына таймасты орнына қойып қояйын. Иманғали, кешірші мені. Мен әлі істеген жоқпын. Кешірші мені. Ештеңе етпес, ол жай ғана тутығыс. Оны алмастыра аламын. Бірақ сенің еш қашан алмастыра алмаймын. Кеттік, доп тебейік. Точно ма? Менімен ба? Я, точно, сенімен. Қазақ тілінде қанша составы бар? 9. Сын есімнің сұрақтары қандай? Қандай? Абайдан қанша қара сөзі бар? Оны қатысы жоқ қой. Бұл сұрақтың жауабын әрбір қазақ білуі керек. Сен бүгін ерте келіп қалыпсың ғой. Мам, мені кешіріңізші. Мен енді сізді үйтіп ренжітпейтін боламын. Жаным сол. Енді қашан келесің? Білмеймін. Адамның жұмысы біткеннен соң келеті шығармын. Екеміз дұрыста уақыт өткізе алмағанымызға өкінішті. Маған да, әйтпесе әжептәуір қазақ тілінде үйреніп қалған едім. Жарайды, келесі көріскенше. Қош бол, досым. Жансая, жаным сол, аман бол. Сау бол, біз кеттік. Сау болыңыз. Сонымен бастаймыз ба? Бастайық, сен киіміңді ауыстырып ал. Сен Кореяға кетпедің бе? Жоқ, анам осы жақта жақсы жұмыс тапты. Енді мәңгіге Қазақстанда қаламын. Алақай! Енді біз дуэт емес вио боламыз.
Бүгінгі тақырыпты талқыламас бұрын белсенділер клубының жаңа мүшелерімен таныстырайын. Аманкелді Әсемай енді бізде пианист рөлін атқаратын болады. Нұрлан қызы Ботагөз, Айшаның конкуренті, яғни суретші. Сонымен қатар бүгін біздің клубта тағы бір оқиға. Бүгін Иманғалидың туған күні. Мынау барлық достарымыздан атына. Көп рахмет. Тағыдан да папугаймен дос болып бізді ұмытып кетпе. Жоға, ұмытпаймын. Енді сенің атың қайтпас болады. Біз үшін жан достарға айналдық. Мен сендер үшін өте қуаныштымын. Достық ең керемет нәрсе. Селви! Мен тотығысынан қайттан айырылып қалдым. Мүмкін ол тотығыс саған мүлдем бұйырмаған шығар. Мен өткен шаққа оралып бәрін дұрыстаймын. Бүгін Өткенді қанша өзгерткенмен тағдырдың жазғаннан қашып құтыла алмайсың. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.